Міне мына біздің өңделіп алдындағы ағаш. Өңделіп дайын тұрған ағаштар міне мыналар. Ағаш үй. Мынау ағаш үйдің тағанын жасау. Қыстық үйлердің. Мынау ағаштың өгінділерінің өзі осындай бір үлкен төбешік болып қалды. Міне біздің жасау цехымыз мына жерде. Жұмыстар істеліп жатыр, түрлі өңдеу материалдар жасалып жатыр. Алуан түрлі шығармашылық болып жатыр бұда да. Мыналар мен өзім жобалап жасаған орындықтар. Компьютерден жобалап жасаған. Адам отыруға болады, кәдімгідей орындықтар. Мынау жаңағы алып домбыра мүсін жасауға қолданады. Анау тал бесік деген бесігіміз. Ал бұл болса біздің жасалу үстіндегі домбыраларымыз. Жалпы әр жұмыста адам істеп көрген кезде түсінеді ғой. Мен бұрын мебель мен ағашшылық деген нәрсені айырмайды екен. Жалпы бірінші айда білдім десем болады. Содан бері осы біздің айналысып жатқанымыз негізі ағашшылық саласы. Ал мебель дегеніміз ол түрлі мынадай панелалардан немесе түрлі өгінді және материалдардан жасалады, емді ептен жасалады. Сонымен бұл үй жиһаздарын жасауға арналады. Енді мынау ағаштың ерекшелігі. Бұл ағаштың ерекшелігі ол берік, шыдамды, сыртта бәріне төзімдірек, жаңағы адам жасаған материалдарға қарағанда. Мынау адамзат жасаған материалдарымыз су тисе еріп кетеді, негізі жарылып ашылып кетеді. Ал ағаш одан қарағанда сыртқа төзімді. Енді ағаштың да кемшілігі болады екен. Ағаштылығы не десеңіз, бұл ауып кетеді екен, бір жағына қайып кетеді. Ал енді жаңағы мынадай заводтан шыққан материалдар бұлай оңайшылыққа майыспайды. Бір ауып қалмайды да, бір жағына қайып кетпейді. Бұның сондай артықшылығы бар. Мынау біз ең алғаш салған ағаш үй. Міне біздің ағаш үйдің іші офисіміз. Лазерный аппарат. Түрлі өрнектерді басып шығарамыз. Метрден алатын болдық. Метрден. Сосын мынаны тілейміз. Мынаны 8 сантиметр тілейміз. Иә. 8 сантиметр ағаш біз аны 10-дықты аламыз. Екі жағында тіліп алып тастаймыз. Міне жұмыс осы цехта жүріледі. Енді мынау біздің үлгі ретінде салған ағаш үйлерімізді көрсетейін. Бұл енді саяхат орындарына қойылады. Заказда қабылдаймыз, басқа өндіріп те береміз, сатып та береміз. Ал негізінде бұл әуелгі мақсатымыз өзіміздің компаниямыздың саяхат орындарына қойылуға арнап жатыр. Бүкілдей ағаштан жасалған. Мынау қалың, мынадай үлкен қалың қабырғалар. Мындай терезесі үлкен, төбесі еңселі. Бұдан кірсеңіз шайырдың иісі ғана шығып тұр. Сондай жайлы, ағаш үйдің ерекшелігі жайлы болады екен. Және бұл қыста сондай жылы. Біздің тағы бір ерекшелігі мынау төк жолы, мынау электр жолдары, бірақ осының ішіне жасырылған. Бұзып көшіріп әкететін жағдайда бұл там күйінде көшіріп әкете беруге келеді. Кез келген жерге апарып көшіріп орната салуға болады. Көшіп кете беруге болады. Ал осындай тұрған кезде жалпы өте қолайлы. Және бұл демалысқа арналған, мынау адамның психологиясын емдейтіндей, тыныштыққа, сосын бүкіл натурал табиғат дүниесіне қайтуға, сондай бір. Енді ағаштың иісі, қарағайдың иісі деген нәрсе жайлауда тұрған кезде бұл кәдімгідей адамға шабыт беріп демалыс сыйлайды. Мынауымыз тағы бір түрлі формада жасалған. Міне бұл жаздық үй. Жаздық деп отырғанымыз жалаң ағашпен жасалған. Бұның іші сыңғырлап тұр. Міне мынау дәретханасы, шағын душ қабылдап алуға болады, суға жуынып алатын жерді жасап қоямыз. Бұның да терезесін үлкен қылып жаңағы көрініс көлге қаратып қоямыз деген жоспарымыз бар.
осылайша үйлерді, ағаш үйлерді жасап жатырмыз. Бұл біздің енді Куа компаниясының істеп жатқан жұмыстары осы таза ағашшылық. Енді бір қызық жері бұл, қазір ағаш кесу азайып бара жатыр бүкіл әлемде. Бүкіл ағаш негізінен Ресейден келеді. Ресейдің ағаштарымен жұмыс жасаймыз. Сол материалдардың барлығы Ресейден келеді. Көптеп кіргізетіндер әрине оны шонжарлар үлкен неше вагондап кіргізеді, сосын одан біз сияқты ұсақ кәсіпорындар сатып алып осындай жұмыстар жасайды. Енді әрине дами келе тайганың орманы дейді, Сібір жазығында ит тұмсығы өтпейтін, адам баспаған ормандар бар сондай. Сол ормандарды тақта етіп кесіп, осылай базарға салып отырады, саудаға, бизнеске айналдырып отырады. Содан әкелеміз ба деген жоспарымыз бар енді. Бастапқы осындай сынақ жұмыстарымыз сәтті болып жатса, оны да алдыда ойланатын шығармыз. Міне біздің мастерлер, шеберлер кіреуетті өстіп жасап тастаған, мол қылып отырып. Осылай қарапайым жұмыстарымыз жүріп жатыр. Келіп практика істеймін деушілерді қарсы аламыз. Сынап көрейін, осы саланы зерттеп көрейін деушілерді қарсы аламыз. Егер жұмыс керек болса, түрлі бағыттарда жұмыс іздеп жүрген болсаңыз, немесе сала таңдап жүрген болсаңыз, қайсы саламен айналысамыз деген ойлап жүрген болсаңыз, біз екі түрлі саланы ойлап жүрміз. Осы бір ағашшылық, енді бір құрылыс салу, түрлі коттедждерді салып сату, екі қабатты сондай үйлерді жасап салып сатумен шұғылдану. Ол үшін де жерлер алып дайындап қойдық. Енді алдыда іске кірісеміз бе деген жоспар жобаларымыз бар, және бір саяхат істері. Егер осы үш саланың қайсысына да бір әуестігіңіз болса, немесе менің інім айналысып жатқан қуыршақ фильм саласына, және өзімнің қосымша айналысып жатқан осы видео түсіру, фото түсіру, интернетте жұмыс істеу, IT мен жұмыс істеу сияқты салаларға құштар болсаңыз, соны үйренгіңіз келсе, бізге хабарлассаңыз келсеңіз болады. Есігіміз әрдайым ашық. Әрине білгенімізді үйретіп, білмегенімізді үйреніп, солай ақырын жылжып өмір сүріп жатырмыз. Жалпы жұмыс енді басталып жатыр. Қыстай негізі дайындық болған, бір қанша жұмыстар істелді. Енді осыны апарып, саяхат районымызға құру басқыштары болады. Ол кезде және де сіздермен жаңалықтарымды ортақтасып тұратын боламын.